Елбасы айқындап берген ұлт жоспарында жергілікті өзін-өзі басқаруды дамыту, мемлекеттік кәсіби аппарат құрылысында мәселелерге айрықша мән берілген. Бұл ретте мемлекеттік қызметшілерге артылатын жүк салмақты екені айтпаса да түсінікті. Облыс әкімдігінде өткен семинар кеңесте осы және де өзге де маңызды мәселелер талқыланды. 2011-2020 жылдарға арналған жергілікті өзін-өзі басқаруды дамыту тұжырымдамасының жүзеге асуы ұдайы назарда. Түрлі деңгейдегі әкімдердің рөлін көтеру, жергілікті биліктің қолма-қол ақша шоттарын бақылау, кіріс бөлігін қалыптастыру және шот ашу, жабу жайы өзекті. Жиында бұдан бөлек экономикалық, әлеуметтік мәселелер және қоршаған ортаны қорғауда инновациялық тәсілдерді енгізу жайы айтылды. Бұл арқылы облыс тұрғындарының, соның ішінде әлжуаз топ өкілдерінің өмір сүру сапасын жақсартуды ұдайы жетілдіріп отыру қажет. Яғни осы орайдағы кешенді бағдарламалардың жүзеге асуын назарда ұстау керек. Семинар кеңеске қатысушылар Біріккен ұлттар ұйымы мен облыс әкімдігі арасындағы бірлескен бағдарламаның негізінде қолға алынып отырған мұндай шаралар аймақ дамуына оң ықпал ететіндігін жеткізді. Ұлттық экономика министрлігімен бірлесіп арнайы мамандарын, эксперттерді шақырып, біз осы Қызылорда облысы бойынша барлық ауылдық әкімдерін оқытқан болатынбыз. Бүгінгі семинар кеңес осы жұмыста ары қарай талқылау мәселелеріне арналған.